Достар, бүгін тауықтың төс етін керемет маринадпен сочный етіп үй жағдайында пеште пісіретін боламыз. Алдын ала етті осындай 4 бұрыш тәріздес етіп үрлеу етіп тураймыз. Оған тұз, қара бұрыш, кішкене қызыл ащы бұрыш, паприка, ысталған паприка, жүгері крахмалы, сарымсақ және кішкене май қосып, барлығын араластырып 20 минут маринадтап қоямыз. Енді бізге тәтті осындай светофор бұрышы қажет. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп, шпажкаға осылай бірінен соң бірін орналастырамыз. Біздің шашлык сочный болу үшін духовкаға салар алдында үстін міндетті түрде пергаментлі қағазымен жауып пісірген дұрыс. Сол кезде сочный болып шығады. 180 градус қызып тұрған пеште 30-35 минуттай пісіреміз. Ас болсын, сау болыңыздар.